квартираны көрсем дейді. Бұлар енді модуль деп өсіп сап қояды. Баспалдақтар ағаш 2 бөлмелі квартиралар. As long as possible throughout. 1798. Тағы біреуіне барып көрейік, қызық болсын. Yeah, the screened in patio. Армысыз ағайын. Жалпы Америкада пәтерді, яғни квартираны немесе үйді біз тұру үшін, жалға алу үшін қалай іздейміз, қалай табамыз? Яғни мен өзімнің жеке тәжірибеммен бөліссем. Себебі біз Американың 3 штатында тұрдық, бірнеше қаласында өмір сүрдік. Аризона штатында тұрып, осы Каролина штатынан үйді жалға алғам, яғни жеке үйді. Ондай да тәжірибем бар. Сондай кездерде мен қалай іздеймін, қалай табамын, осы туралы тәжірибеммен бөліскелі отырмын. Егер дайын болсаңыздар, кеттік. Жылжымайтын мүлікті іздеген уақытта, яғни пәтерді немесе үйде тұратын біз екі түрлі адамдардан аламыз. Олардың біріншісі ол жеке адамдар, яғни сол үйдің иесі, ол басқа штатқа көшіп бара жатып, үйін жалға бергісі келеді. Немесе ол инвестиция ретінде екінші үй, үшінші үй сатып алуы мүмкін, ата бабасынан, әжесінен мұра болып қалуы мүмкін. Қысқасы, өзі тұрмайтын үйді жалға береді. Бұндай жеке адамдардан да алуға болады. Ал екіншісі ол инвесторлар, яғни корпорациялар. Олар қалай жұмыс істейді? Яғни үлкен бір корпорациялар жаңадан көп қабатты үй салады, немесе көп қабатты үйді сатып алады, яғни комплекстерді. Сөйтіп, сол комплекстерді жалға береді. Ондай жағдайда олар сол комплексте соны қарап отыратын, ақшасын жинайтын, тазалығын қарайтын бір топ адамдарды, яғни 2-3 адамды отырғызып қояды. Оны лизинг офис дейді, немесе біздше айтқанда Қазақстанда КСК дейміз ғой, үйді қарап отыратын, бірақ одан гөрі жақсырақ жұмыс істейтін сондай топ. Ол топтың мақсаты үйді қарап, үйді басқарып отырады. Тұрып жатқан адамдар аренданы уақытында төледі ме, тазалықты дұрыс сақтап жатыр ма, машинасын дұрыс парковка жасамады ма, бөтен адамдар келіп кіріп жатыр ма, бір нәрсе жоғалды ма, қысқасы соның бәрін тәртіпті қарап қадағалап отыратын адамдар. Бұл үйлерді алу үшін Америкаға келген адамға қандай құжаттар керек? Әрине, олардың ең бірінші сұрайтыны сіздің ID-іңіз, яғни ID деген Америкада машина жүргізетін, яғни құжат. Егер машина жүргізбесеңіз, паспортыңызбен барып, удостоверение личности сияқты, жеке куәлік сияқты жасатып аласыз. Соны сұрайды, және social security number дейді. Ол деген ИИН, яғни ИИН номеріңізді сұрайды. Ол ИИН номер туристерде болмайды. Ол ИИН номер кейбір студенттерде болады. Келген сұраған жағдайда көп адамда бола бермейді. Немесе осында грин картамен келгендер, әйтпесе арнайы жұмыс істеуге рұқсаты бар адамдар да болады. Жұмыс істеуге рұқсат алған кезде соны береді қолыңызға. Яғни жұмыс істеу рұқсат қағазымен бірге, сол екеуі бірге жүреді. Үшінші құжат ол сіздің табысыңыз. Яғни олар сіздің табысыңызды көргісі келеді. Егер сіз Қазақстанға жаңадан келген адам болсаңыз, онда сіз осы Америкада жұмысқа орналасты деген қағаз алып алғаныңыз жөн. Ондай болмаған жағдайда Қазақстаннан әкелген ақшаңызды мүмкіндік болса Американың банкіне салып, сол банктегі ақшаны көрсетсеңіз болады. Мысалы, менің есеп шотымда 10 мың, 20 мың немесе мынандай ақша бар, сол ақшадан мен төлей аламын және жұмысқа тұрып жатырмын десеңіз, олар беруі мүмкін. Бұл жерде әр компания әртүрлі саясат ұстанады. Егер олар өтпей жатқан бөлмелер көп болса, яғни пәтерлер, олар сізге жұмсақ қарап тезірек береді. Егер пәтерлер өтіп кеткен болса, олар біз қатал қарайды. Қысқасы, адами фактор соның барлығы бұл жерде рөл ойнайды. Келісім шартпен аласыз. Қазақстандағыдай алып бір айдан кейін мен кеттім деп кетіп қала алмайсыз. Ең азы 6 ай, 7 ай немесе 1 жылға келісім шартқа отырасыз. Егер сіз келісім шартты бұзған жағдайда, ол сізден депозит ақшаңызды алып қалады. Депозит деген алдын ала бөлмеге кірмей тұрып төлейтін ақшаңыз бар. Америкада тағы да бір жағдай, депозит алмайтын жерлерде болады. Яғни $200-300 ғана алады. Бірақ сіз тағы да қашып кете алмайсыз, себебі ИИН номеріңіз келісімде тіркелген. Егер сіз мысалы үйді 12 айға жалға алдыңыз, 3 айдан кейін үй ұнамады немесе жұмысыңыз ауысып, сіз өз еркіңізбен кетем деп кетіп қалсаңыз, тастап, яғни келісім шартты бұзып, онда олар сіздің келісім шарт арқылы кредитный бюро дейді ғой Қазақстанда, сол сияқты жерге ақпарат жіберіп қояды. Келесі жолы сіз басқа жерден барып пәтер алғыңыз келген кезде, қазіргі берейін деп жатқан пәтердің иесі сол кредит бюродан сіз туралы ақпарат сұрайды. Мына азамат қалай дегенде, олар айтады, осындай жылы, 2023 жылы ол пәтер контрактын бұзып қашып кеткен десе, ол адам айтады, ол рахмет, біз сізге бере алмаймыз, себебі сіз бір уақытта контрактын бұзғансыз деп сіздің алдыңыздан ол шыға береді. Яғни одан кейін сіздің Америкада үйді жалға алу тарихыңыз бұзылады. Сондықтан да бұл жөнінде өте мұқият болған абзал. Егер сізге кетуге тура келсе, лизинг офис дейді, сол офисқа барып адамдармен келісу керек. Олар көбінесе келе жатқан 2 айдың ақшасын алады.
Мен жалпы квартираны, яғни пәтерді, апартментті қалай іздеймін? Бірінші міне Google Map'қа apartments for rent деп жазамын. Яғни немесе мен өзім қай ауданын іздегім келеді, сол жақтың картасын ашып аламын. Мысалы, мынау міне Шарлотт. Қазір міне Шарлотт қаласы, біз тұратын жер міне Хантерсвилл. Енді шықты апартменттер, иә? Мысалы, мен аша саламын. Кез келген. Былай ашам, суретін көремін. Суреті жақсы, бассейні бар. Ревьюлары өте жақсы емес, 3/5. Бұл жеке адамдікі емес, яғни компания басқаратын лизинг офисі бар деген сөз. Себебі міне бүйтіп сайтын көре саламыз. Мынау соның сайты, ішінің суреттері қандай екен, міне сыртының суреттері қандай. Қысқасы осының бәрін егер сұрағым болса бүйтіп жаза саламын. Телефон тұр, немесе звондай саламын. Floor plan дегенді бассаңыз, міне қандай үйлердің бағасы қанша, тіпті онлайнда көре салуға болады, иә? Мысалы, бұл жерде қымбаттау екен. Бір бөлмелі пәтерлер $1527 дейді. Қазір үшеуі бос. 1535, қазір біреуі бос. Әртүрлі, иә? Екі бөлмелілер $2205 дейді. Мынау схемасы. Яғни осылай қарай беруге болады. Онлайнда алуға болады, өтініш жасап. Енді басқа арзандауын көрейік, иә? Мынау мысалы қымбаттау екен. Мысалы, мына апартментті көрейік. Бұл қалай екен? Бұл суреттер көрініп тұр, міне. Әп-әдемі, іші мынандай, кухнялары жаңа екен. Іші түрі мынау, міне. Қысқасы әп-әдемі. Енді бағасын көрейік, иә? Қанша екен? Floor plan деген басамыз, міне. Бір бөлмелілер 1189 дейді. Арзан ғой, бір бөлмелілер. Бірақ өте кіші екен. 1300 дейді. Енді арзан болғанда салыстырмалы түрде арзан дегенім ғой. 3 бөлмелі 2199. Қысқасы бағалары әртүрлі. Жеке үй болса, Facebook'та ашамын да, маркетплейс ашсаңыздар, міне әртүрлі көліктер, басқалар тұрады. Осы жерден үйді іздеп таба салуға болады. Таунхаус керек па? Мен айтамын, тек үй деймін. Маған тек қана үй бер, яғни хаус. Мысалы, 1300 дейді, көрейік бұл не екен. 1300 деп тұрған бұл үй екен. Бұл мынандай үй екен. $1300 айына дейді. 4 бөлмелі үй. Суретке былай түсіріпті. Жақсы аудандағы үйлер ол қымбаттау тұрады. Мысалы, мына үй $2000 дейді. Түрі мынандай. Мына үй $3000 дейді. Қысқасы сол үйлер әртүрлі. Егер сіздер дайын болсаңыздар, мына біздің үйге жақын жерде бір-екі апартмент комплекстер бар. Олар бізді қалай қарсы алады, қандай сұрақтар болады, жалпы бағалары қанша екен, соларды көрейік. Егер дайын болсаңыздар, кеттік. Міне қазір көргіміз келіп тұрған ол мынау Bexley деген комплекс. Құрылыс жүріп жатқаннан кейін арт жақтағы есіктен кіріңдер дейді. Офистары осы екен. And that's on an 11-month lease. 11-month lease. Yeah, the screened-in patio. Маған берді информацияларды, екі бөлмелі үйлердің қанша тұратынын барлығын. Соны енді қазір барып көреміз. Не, голф картты мініп алып кетіп алып. Мына тұрған зданиялар. Апаң қазір квартираны көрсем дейді. Міне кеттік дейді. Қазір кіріп, екі бөлмелі квартираны кіріп көреміз. Асы, холодильниктер, примерно $1000 квартирасы. Мына жақта living room. Яғни демалатын бөлме. Бұл Қазақстанда бұл кірмейді негізі, екі бөлме деген сөз, бұл жақта екі жататын бөлме болады. Мына жақта міне бір жататын бөлме, өзінің туалеті және ваннасы бар. Мына жақта міне үлкен гардероб, балкон бар екен. Next bedroom. Мына жақта екінші бөлме бар дейді. Екінші бөлмеге общий туалет, ванна бар. Міне жаңағы мастер бедрум деген ода жататын бөлмеде өзінің жеке туалет, ваннасы болса, мынау общий қонақтардікі. Содан кейін мына жақта тағы бір жататын бөлме. Бұл сонымен екі бөлмелі үй саналады. Бұның да гардеробы бар. Мұнда екінші бөлме, сонда екі бөлмелі үй деген екі бөлмеден бөлек, ортада жаңа living room дейді, қонақ күтетін бөлме бар.
Қазақстанның стандартымен ол 3 бөлмелі үй болып саналады ғой енді. Лизинг офистарында көрсете алмады, себебі ол жерде ремонт жүріп жатыр екен. Яғни бұл жерде бильярд болады, бассейн болады. Тағы да бір қызығы, мұнда жалпы Америкада мындай баспалдақтардың өзін ағаштан жасап қояды. Міне маған көрсететін кісі кетіп бара жатыр. Баспалдақтар ағаш сықырлаған. Гараж бөлек арендаға беріледі, квартира алсаңыз. Ол бір $150 тұрады, егер сіз гараж арендаға алатын болсаңыз. Бэкслима көріп шықтық. Бұл жерде қазір бос квартиралар бар екен. Жобамен $1,500 2 бөлмелі, яғни залын санамағанда. Егер бір бөлмелі болса, бір ұйықтайтын бөлме және бір отыратын залы мен кухнясы бөлек болса, олар $1,300 басталады екен. 2 бөлмелі болса, қазір кіретін болса, $1,499 дейді. 11 айға 11 ай контракт, яғни контрактты бұзуға болмайды. Жобамен міне мынандай схемасы квартираның. Егер дейді бір бөлмелі болса, қазір кіретін $1,319 дейді. Жалпы апартмент туралы ақпарат мына жерде тұр. $75 application fee бір адамға, яғни екі әйелмен болса, екеумізге $150 төлеу керек. Бұл квартираға жаңа біздің нені қараған үшін, кейсімізді біз тексерген үшін. Мынау мусорға $8 дейді, $799. Мынау тағы да қосымша бір нәрсе алады. Гараж міне $99-дан $175 дейін дейді. Егер жаңа стиралка, мына көбісінде кіреді мынау кір жуатын машинамен кептіргіш, бірақ мынада кірмейді екен. Айына $45 арендаға аласың дейді. Егер жануар болса, бір жануарға $100-дан төлейсің ақша дейді. Тағы біреуіне барып көрейік, қызық болсын. Әртүрлі бағаларды, әртүрлі апартменттерді көрсетейін. Ақыры шыққаннан кейін сіздерден Америкада апартменттер қалай болады деп енді көргілеріңіз келіп отырған шығар. Келесіне келдік. Мынау келесі MAA Huntersville деген солардың жаңағы клабхаус офистарына келдік. Біздің тілмен айтқанда КСК, бұлар не дейді? Бұлар сағат 6-ға дейін істейміз дейді. Қане, кіріп көрейік. Қалай екен? Нелер екен? Ішінде бар екен. Hello. Hi, how are you? Okay, do you have your ID on you? I do. $17.98, but that one's on the top floor, so you'd have like 3 flights of stairs to walk up, Okay. or 4 if you park on the other side of the building. Okay. So I'll show you our clubhouse area. Usually. We close at 6 o'clock every day. 6 o'clock? Yeah, except for Saturdays we close at 5. 5. Okay. But we've got a couple of computers in here. Interested in attending? So we have like sometimes I'll do like a breakfast. Мынандай не бар екен? Фитнес-центр бар екен. Бұл 24 сағат жұмыс істейді дейді. Кез келген уақытта пайдалана аласың дейді. Офистегілерді солай. $25 an hour for up to 4 hours. Outside fitting there, no TV. Place. And then the pool we try to keep open as long as possible throughout the year. We just closed it mid-October, and then we opened it. Мына екі бөлмелінің model home. Yeah. So this is the 2-bedroom. So. Мынау екі бөлмелі model home. Бұлар енді model деп өсіп сеп қояды. Мына жақта енді кішірек. Бағанағаныкі общежитие сияқты ұзын болған. Мынаның сәл басқалау. Appliance'тары жаңа. Кабинеттері мынандай цветі. Мына жақта. Is this master? Yep, the bathroom will be in there. You also have a walk-in closet. Мына жақта негізі master bedroom дейді. Бір үлкен ұйықтайтын бөлме. Киім қоятын бөлме. Бөлмешік. Бөлме жобамен осындай болады. Екі бөлмелі квартиралар. Туалет. Жобамен осындай. Дүние мүлік қойғаннан кейін тар болып қалатын сияқты. And you'll have your second bedroom and bathroom over here, and your washer and dryer is going to be in those 2 double doors right there. Those? Okay. Мына жақта міне екінші бөлме дейді. Екінші бөлменің мынау жаңа closet дейді, киім қоятын жағы. Бұның есігін алып тастаған ба? Есігі болу керек, негізі есігі жоқ екен. Пустойдан гөрі әдейі осыны көре салайын дедім. Драйер washer, яғни кір жуатын машинамен не кептіретін бұл үйде бар екен.
MAA Huntersville дегенді көріп тастадық. Бұл жаңа екіншісі. 1-2-3 бөлме $1863. Бірінші ай тегін дейді. Қысқасы бұның әңгімесі осындай. Бұнда 2 бөлмелі де бар екен. 2 бөлменің бағасы $1593. Бұларға тегін деген жоқ екен енді. Жалпы енді қазір 2 квартираны көрдік. Енді көре берсек, ары қарай енді жүре беруге болады. Бірақ қорытынды ретінде менің айтпақшы болғаным, жалпы Америкада, жалпы біздің Хантерсвиллда, қалада квартираның бағасы 2 бөлмелі, американша 2 бөлме, енді қазақстанша 3 бөлме ғой. Оның бағасы $1,500 айналасында екен. Таза, дұрыс пәтерлер, мынандай комплекстер. Әрине 1200-ге, 1300-ге табуға болады, 1100-ге де, бірақ ол нашарлау районнан. Бұл жерде өте маңыздысы бұл район, яғни жақсы районнан үйді $1,500-ға табуға болады. Бір бөлмелі $1100-1200. Нашарлау райондар бар, яғни Шарлотт қаласының іші, яғни өте қауіпті саналмайды. Ол жерлерде алдында мен қарағам, әрине компьютерінде қарап көрсек болады. Ол жақта 2 бөлмелі $1100-ге, $1200-ге табуға болады. Тіпті бір бөлмеліні ол жақта $800-900-ға да табуға болады. Бірақ тағы да айтатыным, ол жер біраз қауіпсіз болуы мүмкін, яғни кішкене мектептер нашар болады. Бұл жақта аудандар негізі мектепке байланысты. Егер мектебі жақсы жер болса, ол жердің бағасы қашанда жоғары болады. Мектептері нашарлау жерлерде бағасы төмен болады. Жалпы мектеп өте маңызды Америкада. Жалпы бүгінге осы. Енді қолымнан келгенше 1-2 болса да үйді сіздерге көрсетуге тырыстым. Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, мен жауап беруге тырысам. Егер осы контент көңілдеріңізден шыққан болса, міндетті түрде бас бармақты басып жіберіңіздер де каналға жазылыңыздар. Өйткені ол өте маңызды. Менің каналым жаңадан ашылғандықтан, маған жазылған адамдар немесе мынандай лайк басқан адамдардың саны көбейген сайын YouTube алгоритмінде каналым алға қарай жылжи бастайды. Ол арқылы біз өзіміздің ана тіліміздегі контенттің дамуына үлес қосқан болар едіміз. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман сау болыңыздар. Көріскенше.